Жоау Феликс Атлетикодан кетіп ПСЖ-на сапына ауысуды қалауда. Қазақ ойыншысы түркиялық Бешикташ клубына ауысуға жақын. Интер Майами клубы Эден Азарға қызығуда. Осы және өзге де қызыққа толы футбол жаңалықтары біздің бүгінгі шығарылымда. Алдыңғы видеодағы сұранысымыздан кейін бізге жаңадан 39 жазылушы тіркеліпті. Жаңадан тіркелгендерге және бізді қолдап келе жатқан жазылушыларымызға үлкен алғыс айтамыз. Өзіміздің сүйікті жазылушыларымызға қатысты емес, жаңа көрермендерімізден сұрайтынымыз арнаға тіркеліп, видеоға лайк басып қойсаңыздар керемет болар еді. Ендеше бастаймыз. Миландық Интерде өнер көрсеткен қорғаушы Милан Шкринер ПСЖ клубының ресми түрдегі су жаңа ойыншы сатанды. Еркін агент болған 28 жастағы футболшы француздық командаға су тегінге ауысты. Тараптар арасындағы жасалынған келісім 2028 жылға дейін негізделген. Айта кетсек, Милан Шкринер Интердің сапында 2017 жылдан бері өнер көрсетті. Миландық ұжымның сапына қорғаушы Сампдориядан ауысып келіп, ол кездегі трансфердің құны 34 миллион еуроны құраған еді. Баварияның шабуылшысы Садио Маненің агенті Бакари Сиссе футболшының алдағы болашағы мен жоспарлары жайында сөз қозғады. Айтып өтсек, соңғы кездері Сенегалдық футболшыға қатысты көптеген әңгімелер айтылуда. Мен Сауд Арабиялық командалар бойынша ешқандай ұсыныстарды естімедім. Оның Баварияда қалатынына күмәнім жоқ. Ол бұл клубпен 3 жылдық келісім шартқа отырған. Оның бір ғана жылы өтті және әлі 2 жыл уақыт бар. Сол себепті де ол Баварияда қала береді, деп жеткізген екен футболшының агенті. Айтып өтсек, Садио Мане Баварияның сапына өткен жылдың жаз айында Ливерпульден ауысып келген болатын. Барселонаның жаттықтырушысы Хавьер Надес өзгеріс жасап, даниялық қорғаушы Андреас Кристенсенді тірек жартылай қорғаныс позициясына ауыстырып қолдану жағын қарастыруда, деп мәлімдеуде Diario Sport баспасы. Қазіргі кезде каталондық клубта финанстық тұрғыдан қиын мәселе бар екендігі жасырын емес. Осыған байланысты Барсаға жаңа ойыншыларды алу өте қиынға соғуда. Және осы себепті де бас бапкер амалсыздан аталған даниялық қорғаушыны командадан кеткен Серхио Бускетстің орнын алмастырушы ретінде қолдану жағын ойластыруда. Айтып өтелігі, Кристенсен жас кезінде дәл осы тірек жартылай қорғаныс позициясында ойнаған. Дегенмен кәсіпқой мансабында ол бұл позицияда бар болғаны 6 ойынға ғана қатысқан. Манчестер Юнайтедтің бас жаттықтырушысы Эрик Тен Хаг ағылшынды клубтың директорге алдағы 2 апта уақыт аралығында 4 футболшымен қош айтысқанын қалайды. Осы жайында The Independent баспасы хабарлауда. Баспаның ақпараты бойынша голландиялық бапкер қорғаушы Харри Магуайр, жартылай қорғаушылар Фред және Скотт Мактомини, сонымен қоса шабуылшы Джейдон Санчо, міне осы атаған футболшылардың жылдам арада өз командасынан кеткендерін қалауда. Рома клубының баспасөз қызметі итальяндық вингер Стефан Эль Шаравимен жаңа келісім шартқа отырғандарын жариялады. 30 жастағы футболшы мен итальяндық ұжым арасындағы жаңа келісім 2025 жылдың жазына дейін негізделді. Римдік команданың сапында жалпы 231 ойынның қатысушысы болған Эль Шарави 58 голды соғып, және 32 голдық пас жасап көзге түскен. Баварияның жартылай қорғаушысы Леон Горецка осы жазда команданың сапынан ешқайда кеткісі келмейтінін жеткізді. Менің Баварияда қалудан басқа ешқандай жоспарым жоқ. Келесі маусымға арналған біздің үлкен мақсаттарымыз бар, деген екен немістік ойыншы тілші Фабрицио Романоға жеткізген интервьюінде. Өткен маусымда Баварияның сапында 40 матчқа қатысқан 28 жастағы Горецка 6 голды соғып, және 6 нәтижелі пас жасап ерекшеленген. Оның Мюнхенді клубпен келісім шарты 2026 жылдың жазына дейін жарамды. Американдық Интер Майами клубы бельгиялық шабуылшы Эден Азармен керіс сөздер жүргізіп бастаған. Реливо баспасының ақпараты бойынша ақш ұжымы Реалдан бұрынғы ойыншысын өз қатарларына қосылуына көндіруге тырысуда. Айтып өтсек, бельгиялық футболшы өткен маусым айында командасыз қалған еді, және енді қазір ол еркін агент болып табылады. Интер Майами клубы жалпы осы жазда белсенділікпен танылуда. Аргентиналық шабуылшы Лео Мессиді алғаннан кейін олар жартылай қорғаушы Серхио Бускетсті қатарына қосқан болатын.
Сонымен қоса олар қорғаушылар Жорди Альба және Серхио Рамос екеуімен келіссөздер жүргізуде. Егер де Азар Месси өнер көрсететін клубқа ауысып жататын болса, оның жылдық жалақысы 1,5 миллион еуро көлемінде болады деп күтілуде. Атлетиконың шабуылшысы Жоао Феликс осы жазғы трансферлік терезеде PSG-ға ауысуды қалайды. Осы жөнде аз паспасы мәлімдеуде. Деректерге сүйенсек, Португалдық ойыншы Атлетиконың сапынан кеткісі келеді. Феликс не себепті PSG-ға ауысуды қалайтынына тоқталсақ, бұл клуб оның барлық қалаған талаптарына сай келеді. Команда Чемпиондар лигасында ойнайды және жүлделерге үнемі бақталастық жүргізеді. Өз кезегінде мадридтіктер Феликстің құнын 100 миллион еуроға бағалап отыр және париждіктердің мұндай соманы төлеуге келісулері екі талай. Шабуылшының Атлетикомен келісім-шарт мерзімі 2027 жылдың жазына дейін жарамды. Челсидің вингері Кристиан Пулишич Миланның сапына ауысуға жақын. Осы жайында тілші инсайдер Фабрицио Романо хабарлауда. Ақпараттар бойынша итальяндық ұжым футболшының трансфері үшін 22 миллион еуроны төлемек. Және 24 жастағы футболшымен Миландық ұжым ұзақ мерзімді келісім-шартқа отырады делінуде. Айтып өтсек, Кристиан Пулишич Челсидің сапында 2019 жылдан бері өнер көрсетуде. Бұл командаға ол Дортмундтық Боруссиядан ауысып келген болатын. Трансфермаркт порталы футболшының қазіргі кездегі құнын 25 миллион еуроға бағалауда. Миландық Интер Баварияның швейцариялық қақпашысы Ян Зоммерге қызығушылық білдіруде. Осы жөнде инсайдер Фабрицио Романо мәлімдеуде. Ақпараттарға сәйкес итальяндық ұжым 34 жастағы голкиперді осы жазда өз саптарына қосып алу нұсқасын қарастыруда. Команданың негізгі қақпашысы Андре Онана жақын арада басқа клубқа ауысады деп күтілуде. Және осыған байланысты Неррадзурилік ұжым оның орнын алмастырар қақпашыларды іздестіруге кіріскен. Бұдан өзге Интер клубы Тоттенхемнің қақпашысы Уго Льориске де қызығуда. Өткен маусымда Баварияның сапында 25 матчқа қатысқан Ян Зоммер 31 голды жіберіп алған. Қазақстан құрамасының ең басты ойыншыларының бірі Бақтияр Зайнутдинов түркиялық Бешикташ командасына ауысуға жақын. Осы жайында NTV Sport басылымы хабарлауда. Мәліметтерге сәйкес қазіргі кезде түркиялық ұжымның өкілдері мәскеулік ЦСКА клубымен трансфер бойынша келіссөздер жүргізуде. Футболшының жеке өзі Бешикташқа ауысып, 3 жылдық келісім-шартқа отыруды қалап отыр делінуде. Ресейлік клуб ойыншыны оңайшылықпен жіберетін емес. Ақпараттар бойынша түркиялық ұжым бастапқыда Бақтияр үшін 3 миллион еуро. Сонымен қоса бонус ретінде тағы да 3 миллион еуролық ұсыныс жасаған. Дегенмен ЦСКА бұл ұсыныстан бас тартқан екен. Қазақстанда ойыншының агенті расымен де Бешикташтың тарапынан қызығушылықтың бар екендігін растаған. Егер де ауысып жатса жақсы болар еді. Себебі Түркия чемпионаты арқылы басқа көптеген топ командалардың қызығушылық назарына ілігу мүмкіндігі жоғары болады. Мәселен, алдында ғана Фенербахчеде ойнаған 18 жасар ойыншы мадридтік Реалға ауысқан еді. Ал осымен біздің бүгінгі жеткізген футбол жаңалықтары топтамасы аяқталды. Лайк басу, тіркелу және қолдау көрсетулеріңіз маңызды. Ал бүгінге осы, келесіде кездескенше аман сау болыңыздар.